үйленгендеріңе. Енді жан жақтан түрлі пікірлер, енді бәрін оқып жүрміз, көріп жүрміз Инстаграмда, ол ешкімге жасырын емес. Елдос журналистке сұхбат берді. Енді бұны мен қазақ қоғамындағы резонанс деп атаймын, енді нағыз ер жігіт. Өте сондай бір риза болдым Елдосқа сол моментте, прям кәдімгідей барып құшақтап алғым келді. Сол интервью беріп жатқан кезде мен өзім жалғыз көрдім үйде. Кәдімгідей жылады, қолында мынандай салфетка. Таныстарымыз бар, туысқандар да бар, танымайтын оқырмандар да андай жаныңа тиіп кәдімгідей жазады да. Әр нәрсе істеп жатсаң да, бір жаққа қыдырсаң да, бір зат алсаң да, сол балаға келіп тірейді. Сен өйстіп осындай нәрсе алғанша бала тумайсың ба, осындай шетелде қыдырып жүргенше бала тумайсың ба деген сияқты, как будто ол біздің қолымызда сияқты. Не бір жаңағы гинекологтардың номерін, емшілердің номерін маған береді.